қараша, желтоқсан мен сол бір-екі ай, қыстың басы бірі ерте, біреуі жай. Ерте барсам жерімді жеп қоям деп, ықтырмамен күзеуде отырарбай. Желтоқсан айы туралы халық аңыздары мен жалпы мәліметтер табиғаттың бұл кезеңін ерекше сипаттайды. Қазақ халқы ежелден табиғатпен үйлесімді өмір сүріп, әр айдың өзіндік ерекшеліктерін түсінген. Желтоқсан айы қыстың алғашқы толыққанды айы, суық жел мен қарлы күндердің басталуы. Қазақтар алғашқы қарды тазалықтың белгісі деп санап, оны ерекше қуанышпен қарсы алған. Алғашқы қар жауған күні балалар ойнап, ересектер жақсы жаңалық болады деп сенген. Халық арасында қыстың қалай басталса солай өтеді деген ырым бар. Егер желтоқсан суық әрі қарлы басталса, қыс қатты болады деп болжаған. Бір аңызда қысты қария бейнесінде елестетіп, оның ақ сақалы алғашқы қардың символы ретінде айтылады. Желтоқсан жылдың аяқталып, жаңа жылға дайындық айы. Бұл айда қазақ халқы малды қыстауға кіргізіп, көктемге дайындық жұмыстарын бастаған. Халық арасында желтоқсан желі нағыз қыстың хабаршысы деген сөз бар. Желтоқсан айында табиғат ақ көрпеге оранып, тыныштыққа бөленеді. Қар мен мұздың астында жер көктемге дайындалады деп есептелген. Қазақ дастарханында бұл кезеңде молшылық пен бірлікке мән берілген, өйткені қыс сынақ кезеңі болған.